Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Днепродзержинскте оқып жүрген кезінде күрестен Украинаның спорт шебері атанған. 22 жасында бірінші рет шет елге шығып Финляндияға барған. Президенттің ата-анасы Түрксібтің құрылысына қатысқан екен. Әкесі балқар тілінде еркін сөйлеген, нағашы атасы молда болыпты. Ал әлем президенттерінің өзгеге ұқсамас ерекшеліктерін талдап көрейік. ақш-тың экс-президенті Рональд Рейган шашын әртүрлі түске бояғанды ұнататын болған. Бұл өзінің еңбек жолында шашының түсін 16 рет өзгерткен. Испанияны басқарған Хуан Карлос Реал футбол құрамасына жанкүйерлік танытады. ақш-тың алдыңғы президенті Барак Обама құрметіне елдегі ең биік тауды Обама деп атаған. Әлемдегі ең кедей немесе жомарт президент Уругвайдың бұрынғы басшысы Хосе Альберто Мухика. Оның айлығы 6000 ақш доллары. 82 жастағы Эль Пепе қолда барының 10%-ын өзіне жаратып, қалған 90%-ын қайырымдылық қорларына аударып отырған. Әлемдегі ең әділ президент деген атақ Томас Санкараға тиесілі. Ливияның бұрынғы президенті Муаммар Каддафи өз елін 40 жыл бойы үздіксіз басқарған. Иранның экс-президенті Махмуд Ахмадинеджад бүгінгі таңда мұғалім қызметін атқарады. 1902 жылы Теодор Рузвельт аңшылық сапарында қонжықты тірі қалдырады. Бұл оқиға елге тез таралып, ойыншық фабрикасының басшысына жұмсақ ойыншық шығару туралы ой келеді. Осы күні брендке айналған Тедди соның жемісі. Ал Джордж Вашингтон ешқашан ақ үйде тұрмаған. Себебі ел астанасы ол кезде Филадельфия және өзге қалаларда болды. Қарлы күні гольф ойнау үшін президент Вудро Вильсон оның добын қара түске бояуын сұратқан екен. Әлемдегі ең жоғары айлықты сингапурлық президент пен премьер-министр алады. Премьер жылына 1 миллион ақш долларын алса, президент осыдан жарты миллион аз алады. Ресей президенті Владимир Путин самбо мен дзюдодан спорт шебері екендігін айта кетейік.